Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен өзіме соңғы уақытта қатты ұнаған бір өнім туралы айтып бергім келеді. Әр ай сайын ете кір кезінде бәріміз прокладка іздейміз ғой. Сапалы болсын, ыңғайлы болсын, ең бастысы бағасы қолжетімді болсын деп. Осы себепті мен Юнити компаниясының прокладкаларын алып көрдім. Бүгін видеода сіздермен бірге распаковка жасап, әр түрін жеке-жеке ашып, сапасын, ішкі құрылымын, ыңғайлылығын көрсетемін. Неге дәл осы прокладкаларды таңдадым? Шыны керек, алдымен бағасына назар аудардым. Қазір сапалы прокладкалардың бағасы қымбат болып кеткен, ал Юнити қолжетімді. Бағасы арзан болса, сапасы қалай болады деген сұрақ менде де болды. Сондықтан өзім қолданып көріп, кейін ғана сіздермен бөлісуді шештім. Енді қаптамасын бірге қарайық. Қаптамасы ұқыпты, таза, ақпараттары түсінікті жазылған. Маған ұнағаны бәрі жинақы, артық ештеңе жоқ. Бұл бірінші плюс. Видеода көріп тұрғандарыңызда негізгі осы 5 түрі бар, яғни түстері өздеріне сай бөлініп қойылған. Қазір мына қолында көріп тұрғаныңызда мақтадай жұмсақ, өте жақсы, күнделікті қолданғанға арналған. Ал мұндағы көк түсі ночной, яғни түнге арналған деп тұр, бірақ оның көлемі бар. Мұндағы фиолетовый түсіндегі, яғни күлгін түспен осы көк түсті екеуін салыстырсаңыз, екеуінің размер айырмашылығы бар, және де капелькасымен айырмашылықтары да болады. Мұндағы жерде көрсетіліп қойған қандай максимум, яғни үлкен ұзындығы фиолетовый түрі, яғни күлгін түрі ұзын болып келеді. Ал мұндағы көк түсі міне осындай орташа түрінде болып келеді, және де оның ішінде 13 штук болады. Келесі бізде мұндағы розовый түрінде 12 штук болады. Бұл яғни күндіз арналған, яғни қатты уже келмей, уже соңғы күндер аз келген уақытта қолдануға болатын өте жақсы түрі. Бұл розовый түріндегісі орташа, мына медиум деп тұр, яғни орташа көлемдегісі бар. Сосын күнделікті қолданатын ежедневка сияқтысы міне дәл осындай розовый түрде бар. Осындай қорапта, ол жерде әрине көлемі кіші болады, сонымен қатар ішінде 30 штук болады. Мынада мысалға 12 штук болады. Жалпы осы Юнити прокладкалары өзіме ұнады. Сол үшін де сіздерге қазір видеода түсіндіріп, көрсетіп айтып отырмын. Енді қазір ішін ашып көрейік, сіздерге көрсетейін. Алдымен күнделікті қолданатын ежедневкадан бастайық. Көріп тұрғандарыңызда ішінде прокладкалар жеке-жеке оралған. Бұл гигиена үшін өте маңызды. Материалы жұмсақ, теріге жағымды, қатты емес. Сонымен қатар мұндағы оралғаны жақсы, көзге де сенімді болып көрінеді. Жабысқыш бөлігі жақсы ұстайды, қозғалып кетпейді. Мен үшін бұл да маңызды. Қысқаша айтқанда, қорабы да, өзінің қораптың түсі де, жалпы прокладка, яғни ежедневканың өзі де өте жақсы, маған ұнады. Ал мына күлгін түрі жаңағы айтып өткеніндей түнге арналған. Осы прокладкалардың ішіндегі ең ұзыны, үлкені осы болып саналады. Қазір сіздерге ашып көрсетемін. Көріп тұрғандарыңызда іші аппақ, тап-таза, сонымен қатар мына ұзындығы да үлкен, оның жабысып тұрған клейі де жақсы, оңай алынады, оңай жабысады. Және де мұндағы екі бөлігі арнайы артқы жағын кең етіп жасалған, өтіп кетпеу үшін, және де негізгі ұстап тұратын бөлігі де өте жақсы ұстайды. Ал мұндағы келесі түрі қызғылт сары. Бұл да ежедневка тәрізді, бірақ та оның көлемі кішкене үлкендеу. Қазір ашып видеода көрсететін боламын. Міне егерде күнделікті қолданатын ежедневкамен салыстырып қарағанда, соның өзінде көрініп тұр кішкене үлкендігі. Қазір міне ішкі көрінісі осындай. Ал жаңағы ашып көргенімізді қазір екеуін салыстырып қарасаңыз болады. Бірде, бірақ көлемінде айырмашылықты байқап тұрған шығарсыздар. Айырмашылығы тек осы көлемінде ғана, негізінде екеуінің ішінде де 30 штуктан бар. Келесі бұл көк түрін қазір ашып көрсетемін. Бұл да түнгі
немесе қатты келген жағдайда күндіз қолдануға арналған, көлемі көрініп тұрғандай кішкене орташа түрі, яғни стандарт деп аталынады. Барлығы бірдей, ішкі осы құрылысы, жаңағыдай ою артық ештеңесі жоқ, аппақ мақтада тігілген, орташа көлемдегісі мен үлкен көлемдегісінің екеуінің де ішінде 10 штуктан болады. Қазір видеода бәрі нақты көрініп тұр деп ойлаймын. Енді розовый түрін ашып көрсететін болсам, розовый яғни қызғылт түрі, сыртқы қаптамасы мұндағы кішкентай ежедневканікіндей үлкейтілген түрі, яғни ол да қызғылт түсті. Енді ішкі құрылысын қараңыздар. Егерде мұндағы көк тегісімен салыстырсаңыздар, тігістері кішкене үлкендеу. Енді ең маңыздысы өз тәжірибемен бөлісейін. Мен бұл прокладкаларды бірнеше цикл бойы қолданып көрдім. Шынымды айтсам, ешқандай ыңғайсыздық болған жоқ, теріге тітіркену бермейді, ағып кетіп болған жоқ, өзімді еркін сезіндім. Сол себепті қазір өзім тек осы прокладкаларды қолданамын. Егер сізде сапалы өнім іздесеңіз, артық ақша төлемей жақсы нұсқа тапқыңыз келсе, күнделікті өмірге ыңғайлы прокладка керек болса, онда Юниттаға назар аударуға болады. Бұл видео жарнама емес, бұл менің жеке тәжірибем. Маған бұл прокладкалар ұнады, сондықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Айта кетейін, Юнитта компаниясы тек прокладка ғана емес, басқа да өнімдер шығарады. Мысалы, сабын, тіс пастасы, тіс щеткасы, сондай-ақ балаларға арналған памперс, яғни подгузник трусиктер де бар. Бұл видеода мен негізінен прокладкаларға тоқталдым, себебі өзім күнделікті соларды қолданамын және сапасы маған шынымен ұнады. Ал жақында осы компанияның балама арналған подгузник трусигін де заказ беріп алдым. Сол себепті келесі видеода сол подгузник трусикті жеке распаковка жасап, сапасын, ыңғайлылығын көрсетіп, өз пікірімді толық айтып беремін. Егер сіздерге қызық болса, келесі видеоны жібермей көріңіздер.